Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Boxsoft YouTube арнасы. Бүгінгі видеода біз мынадай Samsung немесе Android телефондарға, Oppo, Redmi, LG тағы да басқа сондай телефондарға айфонский смайликті қалай орнатуға болатыны туралы айтатын боламыз. Осы сұрақты көбісі сұрайды, сондықтан осы видеода біз соны бастан аяғына дейін түсіндіруіміз деп шештік. Бұл программасы ағылшынша, сондықтан менен кейін, яғни қайталап отырып бірге жасауларыңызға болады. Видео басталмас бұрын айта кететін жайт, менің айту арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Менің айту арнамда YouTube'та, Telegram'да тағы да басқасын шығаруға болмайтын приватный, құпия, запрет беретін программаларды, видеоларды сонда салып отыратын болам. Міндетті түрде осы айту арнамызға жазылып кетіңіздер. Бұл айту деген қазақстандық мессенджер ВК-ға шамалы ұқсайды, бірақ шамалы басқашалау. Бұнда музыка тыңдауға болады, тағы да басқа пост жазып чатқа қосылуға болады. Егер де маған жеке сұрақтарыңыз болса, сол айту каналымыздың осы астыңғы жағында біздің чатымыз деген сілтеме бар. Сонда кіріп, маған сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал ендеше видеоны бастаймыз. Ең бірінші Play Marketке кіреміз. The Font деп жазып іздейміз, яғни осылай жазылады. Осы шыққан программаны установить дегенді басып орнатып аламыз. Памяті 8 мегабайт, тез орнатылып болады. Открыть дегенді басып ашамыз, яғни осы жерде мына кнопканы басып доступ беруіміз керек, яғни разрешить деген кнопканы басамыз. Екіншісін басқан кезде осындай сұрайды, осыны оңға жылжытып, назадты басып, қайтадан программаға өтеміз. Осы жерден agree дегенді басамыз, және де төменге қарай түссек, так осындай рекламалар шығады. Осы рекламалар шыққан кезде открыть приложение деген үстіндегі жазуды басып жібереміз. Осы жерден мінекей iOS 14.5 деген emoji дегеннің ішінен осыны таңдаймыз. Яғни осы iPhone-ның соңғы версиясына арналған, осының үстін басамыз, астында apply деген жазу таңдаймыз. Осы жерден бізге ең астындағы one all дегенді таңдаған дұрыс, яғни соны басқаннан кейін бізге осындай шамалы загрузка жүріп беті ашылады. Яғни бізге 8 алгоритм, яғни 8 түрлі осындай жұмыс берген, соның барлығы ретімен орындап шығуымыз керек. Ең бірінші install дегенді басып, осы программаны установить дегенді басып орнатамыз. Егер сізде интернет жай болса, ол шамалы скачать етіліп, уақыт алуы мүмкін. Екінші қатардағы осы таңдап басып, Samsung Sans деген шрифтті таңдаймыз. Үшінші қатарда сізде яғни Samsung аккаунт болу керек. Егер сізде Samsung аккаунт жоқ болса, төбеден видео шығады, соны басып көріңіз, Samsung аккаунт ашу деген. Егер сізде орнатылған болса, сізде яғни осы осындай жазу шығады, менде орнатылған, маған керек емес. Одан кейін төртіншісін таңдаймыз, яғни осы настройкаға бізге бэкап жасау керек, яғни кэшті дұрыстап жасауымыз керек. Осылай шамалы тұрады, кішкене күтеміз, және де шамалы жүргеннен кейін загрузка осылай ашылады. Біз бәрін выбрать все деп барлығын алып тастап, настройкиді ғана таңдап, астына резервное копирование деген таңдауымыз керек. Бізде телефонымыздың маркасымен осылай настройка 100%-ға дейін толу керек. Астына готово дегенді басамыз, қайтадан назадты басып шығып кетеміз. Открыть приложениені басамыз да, уже 5-шісін басып окей дегенді басамыз. Болды, біз енді астындағы 3 алгоритмді орнау керек. Біріншісін басып, қайтадан установить дегенді басып, шрифтті орнатамыз. Установка жасалып болды. Екіншісін басып, бізде по умолчанию дегенді таңдауымыз керек. Таңдадық, одан кейін ең соңында тұрғанды басып, яғни осыны орындауымыз керек. Жаңағыдай қайтадан загрузка жүреді, шамалы уақыт. Выбрать все бәрін басып, тек настройканы ғана қалдырып, восстановить деген кнопканы басамыз, яғни осы толғанша тағы да кішкене күте тұрамыз. Готово дегенді басып, мына жерде позже дегенді басыңыз. Удалить дегенді басып жүрмеңіздер, позже дегенді басамыз. Болды, бізде уже орнатылып болды. Енді сообщение кіріп тексеріп көрек, яғни смайликтердің барлығы iPhone-дағыдай смайликтер. Менде Samsung болса да, смайликтерді iPhone-дағыдай смайликтер. Бұны Oppo, Redmi барлығына жасауға болады. Видеоны аяғына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.